Армысыздар, қадірлі көрермен. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен Аяулым Көлжігіт. Қазір көретіндеріңіз. Не бөгет, не арық жоқ. Күн жылып қар ерісе, су астында қаламыз ба деген шамалған тұрғындарының талабы не? Жел тұрмаса, шөптің баса қимылдамайды. Бесіктен белі шықпаған баланың сабақта отырып ұятсыз видео көргені туралы айтылғаннан кейін, мектептерде ақпараттық қауіпсіздікті бақылау күшейтілмек. Бұл оқушыларды тыйым салынған контенттерден қорғауда қаншалықты қауқарлы. Тақырыпты сәлден кейін мен Оразай Нұртайұлы тарқатып айтамын. 3 наурыздан бастап елімізде азаматтардан банкроттыққа өтінім қабылдау басталады. Бұл мүмкіндік берешегі барлардың бәріне бірдей беріле ме? Таудан аққан су тұрғын жайымызға залал келтірді деген Шамалған ауылының тұрғындары күні жылынып қар ерісе, су астында қаламыз ба деп қорқады. Я бөгет, я арық жоқ ауылда тиісті жұмыс қашан атқарылады. Толығырақ көптің сөзін тыңдап қайтқан тілші Мадина Оқастың материалында. Түсіп жатыр, бұрын бұндай емес еді. Әне түсіп жатыр уже үгітіліп. Ана жақта сондай. 4 күн бұрын төнген қауіп әлі сейіле қоймаған. Тұрғындар топырақ төсеп, қолдан бөгет жасап қойғанымен, көктем келсе арнасы көбейетін су көшені алып кетеме деген қорқыныш бар. Балтырдан балшық кешкеніміз аздай, тұрғын жайға қауіп төніп тұр дейді азаматтар. Таудан келген судың тасқынсыз аққандағы күйі осы. Көшенің мынадай лай батпағын бұлай қойғанда, қазір үйлердің іргесі көгеріп тұндырғышы тола бастаған. Ал қысқа деп жинаған қорегіміз судың бетінде қалқып қалды деп тұрғындар шағым айтады. Мынау үйдің артында толтырды су, одан кіна погребке су толып, одан аққан су кетіп, мынау көршілердің осы көшенің аяғына дейін бәрі жаңағы су кетті, үйіміз су алып кетті. Таудан келіп жатыр, су деген таудан келіп жатыр. Мынау енді қатты ертең қатты ақса білмеймін қалай болатын. Қауіптің алғашқы түнінде жергілікті әкімдік топырақ төсеп, ағын суды тоқтатуға тырысқан. Бірақ ертесі тағы тасыған тау суы бөгетті бұзыпты. ЧС-қа звондасам, ЧС айтады. Абайды да су алып жатыр, техникамыз жетпей жатыр дейді. Сонда мен ойлайым, қалай ол Абайды бір елді мекенді суын тоқтата алмаған, енді біздің Шамалғанда бір көше ғой алып жатқан. Суын тоқтата алмағанда ЧС-ның техникасы қайда? Жұрт алдына келген жергілікті әкім қазір жағдайдың тұрақталғанын айтады. Ал алда келер апаттың алдын алу үшін тиісті жұмысты атқарып жатырмыз деді. Мына жерге кішкене кішігірім мына арықты тазарту жұмыстары, одан кейін бір нелер дүмбіршіктер қазып суды мына жерге келмейтіндей, одан кейін жаңағы мына инертный материал алып кеп, осы үйлерге су келмейтіндей жағдай жасап жатырмыз. Алдағы уақытта қосымша сметалық құжаттар дайындап, мына тас жолының екі жағынан да осындай жаңағы арықты жіберетін жағдай жасаймыз. Таудан тасып су келсе, апат астында қалатын 4 көше бар. Ал 2015 жылы ел қоныстана бастаған аумақта атқарылуы тиіс іс әлі де көп көрінеді. Мадина Оқас, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Бүгінде бесіктен белі шықпай жатып, анайы видео көретін балалар қатары жиілеген. Ата-аналар тарапынан қадағалау болмағандықтан олар үшін тіпті тыйым салынған сайттарға да шектеу жоқ. Бұған дейін ақпарат беттерінде оқушылардың сабақ үстінде порнографиялық сипаттағы видео көргені туралы мәлімет тараған еді. Осыдан кейін прокуратура білім мекемелеріндегі ақпараттық қауіпсіздік мәселесін көтерді. Көп сайттардың бұғатталып жатқанын айтты. Әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырады. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін телефонға телмірген заманда таяқтың екі ұшы бар демекші. Интернеттің пайдасы да, зияны да көп. Ата-аналардың айтуынша мектеп жасындағылардың көбі соның жағымсыз тұсына әуес. Телефон алды, компьютер алды, 3-4 сағат бізді мазаламайды, бізге рахат болды деп. Бірақ оның жаман жағы да бар, енді неше түрлі сайттар бар балаларға жарамайтын. Менің 3 ұлым бар. Үшеуі де телефон ұстайды. Телефон оларға берілген, интернет қосылған, өйткені қазіргі таңда бұл заман талабы. Бірақ телефондарын үйде әкесі немесе мен бір мезгіл ақтарып, біз қадағалап отырамыз. Немесе қазіргі таңда ата-ана бақылау деген жүйелер жұмыс жасайды, солай қосып қоюға да болады. Ал мектеп психологтары барлық ата-ана баласының қолындағы телефонын бақылауға алса игі дейді. Әзірге көбі бұған аса мән бермей, оның қаншалықты қауіпті екенін түсінбей отырғанын айтады.
Вот мы недавно провели диагностику. Біз жақында ғана сараптама жасап көрдік. Анықталғандай 6 мен 11 сынып аралығында оқитын балалардың 27% смартфонға күніне 3-4 сағат арнайды. Мұның өзі олардың психикасына әсер етеді. Ойлау қабілетіне де зиян. Біз өз тарапымыздан балаларға да, ата-аналарға да ескертіп отырамыз. Жасыратыны жоқ, көбі мұны ескере бермейді. Ақпан айының ортасында ақпарат көздерінде оқушылардың сабақ үстінде анайы видео көріп жатқаны туралы мәлімет тарады. Бұған ресми жауап берген Алматы прокуратурасы тыйым салынған сайттарды бұғаттау бойынша органдардың қабылдап жатқан шараларына қарамастан, іс жүзінде күн сайын жаңалары құрылып жатқанын айтты. Прокурорлық қадағалау акция бойынша білім басқармасы арнайы бұйрық қабылдады. Ол бұйрық бойынша әдістемелік орталыққа ғылыми әдістемелік орталыққа тапсырма берілді. Яғни олар өз тарапынан күнделікті мониторинг жүргізуге және де қара тізімді қалыптастыруға жүктелді. Қазірдің өзінде 5000-нан астам сайт қара тізімге енді, бірақ біз физикалық тұрғыда үлгермей жатырмыз. Себебі біреуін бұғаттасаң, жаңасы пайда болып жатады, ал оны бірінші анықтау керек. Сондықтан бүгінде бұл іске басқаша бағытта кірісуді жоспарлап отырмыз. Бұдан былай мектептерге арнайы орнатылған компьютерлер арқылы көптеген сілтемелерге өтуге шектеу қойылмақ. Бұл дегеніміз, оқушылар егерде экстремистік бағыттағы немесе анайы материалдардың сілтемесіне өтіп кететін болса, бірден бұғатталып отырады. Алайда бұл қазіргі таңда компьютерлерге ғана қатысты болып отыр. Ұялы телефоны бар оқушылар бұрынғыша емін-еркін интернетті ақтара алады. Мектептегі ақпараттық қауіпсіздікті бақылау мақсатында бүгінде сайттарды бұғаттау әзірге бір мектепте пилоттық режимде іске асырылып жатыр. Жауаптылар қыркүйекке қарай бұл тәртіпті Алматыдағы барлық білім ордасына енгізуді жоспарлап отыр. Десе де мамандар да, мектеп ұстаздары да балаларға ең әуелі тәрбиені ата-аналар беретінін айтады. Сондықтан олардың тарапынан қадағалау күшейсе дейді. Оразай Нұртайұлы, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Алматыда талай жанды тақырға отырғызған ойын автоматтары жойылды. Соттың шешімімен бүгін 40-тан астам аппарат қиратылып қоқысқа кетті. Олардың дені ойын-сауық клубтарынан тәркіленген. Алматы облыстық экономикалық тергеу департаментінің мәліметіне сүйенсек, былтырғы тексеріс барысында мұндай заңсыз бизнестің 29 дерегі анықталған. Бұған дейін қаржылық мониторинг агенттігі құмар ойынға тәуелділіктің алдын алу мақсатында өткен жылы 110 ойын мекемесінің қызметі тоқтағанын хабарлаған болатын. Заңсыз ойын фактілерімен күрес ол қаржы мониторинг агенттігінің қызметінде басым бағыттардың бірі болады. Сол себептен әрдайым алдын алу шаралар жүргізіледі департамент тарапынан. Осы жүргізілген шаралар барысында көптеген заңсыз орнатылған ойын терминалдары анықталды. Олар тәркіленіп, тиісті сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Алматыда сейсмаудит жүргізіледі. Мұндай жоспарды мегаполис басшысы Ерболат Досаев президент қабылдауында айтты. Мемлекет басшысы қаланың сейсмикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұсынылған шаралармен биылғы екінші жарты жылдықта сейсмаудит жүргізу жоспарын мақұлдады. Бұл шаһардағы нысандардың құжаттарын жаңартуға мүмкіндік береді дейді Досаев. Бұдан бөлек Алматы әкімі Қасым-Жомарт Тоқаевқа қаланың 2040 жылға дейінгі жаңа бас жоспарын әзірлеудің негізгі тәсілдері жөнінде баяндады. Оны дайындау барысында президенттің 2022 жылғы 16 қарашада Алматы жұртшылығымен кездесуінде айтқан тапсырмалары ескерілген екен. Сонымен қатар қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы есеп берілді. Биыл қаңтар айында шаһардың қысқа мерзімді экономикалық индикаторы инвестициялық және іскерлік белсенділіктің өсуі есебінен 136,7%-ға дейін артты. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 21,9%-ға ұлғайды. Экономиканың даму қарқынын сауда, көлік және өңдеуші өнеркәсіп саласындағы өсім қамтамасыз етті дейді Досаев. Өз кезегінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев нақты табыстың артуын қамтамасыз етуге және қаладағы экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған шараларды күшейту жөнінде тапсырма берді. Елімізде азаматтардың банкроттық рәсімдеріне арналған ақпараттық жүйе жұмысын бастады. Келер айдан бастап бағдарламаға өтініштер қабылдана бастайды. Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың сөзінше қазір 1.180.000 қазақстандықтың өтелмеген қарызы бар. Олардың берешек сомасы 1.100 миллиард теңгеге жеткен.
Десе де бұлардың барлығы банкроттыққа ілікпейді, деді министрлік өкілі. Жаңа құрылған бірыңғай базада азаматтардың төлем қабілеттері қарастырылып, шешім қабылданады. Банкроттықтың кері салдары біріншісі ол 5 жылдың ішінде кредит алмайды. Екінші 7 жылдың ішінде олар біздің реестрда тұрады және де қайта банкроттыққа арыз бере алмайды. Үшіншіден қаржылық мониторинг 3 жыл бойы жүргізіледі. Алматының Нұрлытау шағын ауданында заңсыз ағаш кесу фактісі анықталды. Келтірілген залал 1060 айлық есептік көрсеткіш, яғни 3.657.000 теңгені құрайды. Қалалық экология және қоршаған орта басқармасы мамандарының тексеріс нәтижесінде 63 жеміс ағашының рұқсатсыз оталған анықталған. Ережеге сай заң бұзушылар айыппұлдан бөлек 3150 түп көшет отырғызу қажет. Ары қарай шара қолдану үшін құжаттары құзырлы органдарға жіберілген. 2,5 жылға созылған сот процесінің шешімі шықты. Алматы қаласының Бостандық ауданында орналасқан 4 қабатты әкімшілік ғимарат сүрілетін болды. Оған себеп құрылыс жоба эскизінсіз салынған және онда бекітілген бас жоспардан ауытқулар тіркеліпті. Бұл заң бұзушылық 2020 жылы анықталған екен. Алайда меншік иесі сот шешімі шыққанша жер телімін сатып жіберген. Кейін бұл мәміле жарамсыз деп танылып, қаулы өзгеріссіз қалдырылды. Ал нысанды бұзу мерзімі әлі белгіленген жоқ. Әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Толығырақ кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.